саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Жалпы сіздерге бүгін PowerPoint бағдарламасының тағы да бір шаблон мен таныстырайын деп отырмын. Бұл ерекше бір шаблон. Көптеген әріптестер осындай жаңағы шаблонды жасап көрсетесіздер деген жаңағы өтінімдерден соң осы сабақты түсіруді жөн көрдім. Бұл жерде енді кітап нұсқасындағы шаблон, яғни ең басында кітаптың өзі тұрады, одан кейін кітаптың жаңағы беттерінің ашылғаны. Бұл шаблонды мен сіздерге жаңағы басынан бастап қалай жасауды көрсетемін. Одан кейін бұл жерде кітаптың беттерін сіздер арғы өздеріңіз көбейте бересіздер. Қанша кітаптың беті керек, яғни презентацияда, таныстырылымда сіздерге қанша кітап беті керек болады, солай көбейтесіздер. Енді осы шаблонды қалай жасаймыз? Соған кірісейік. Ең бірінші файлға барамыз. Создать пустая презентация. Мына жерде макетін ауыстырып аламыз. Тышқанның оң жағын бассақ, макет деген шығады. Пустой слайд. Одан кейін фонға келетін болсақ, бұл жерде фонды кез келген сіздер фонды қоя бересіздер. Мен бұл жерге өзімнің жаңағы фонды қоя саламын. Енді ары қарай мына жерге кітаптың шаблон жасаймыз. Төрт бұрышын аламыз. Төрт бұрышты шаблонды аламыз. Контурын алып тастаймыз. Түсін қоңыр ала берейік. Мына фонға сәйкес. Одан кейін кішкене төмен түсірейік. Мына жерде оң жағын бассақ, начать изменение узлов. Бұнымен сіздер жұмыс жасау білесіздер. Кішкене жоғары көтереміз. Кішкене төмен тартамыз. Кітаптың есіне келтіреміз. Одан кейін Ctrl-D мен оның екіншісін жасаймыз. Бірінші бұған кішкене тең берейік. Тең бұл жерде направо вниз внутри деген осындай шеткі жағына және астыңғы жағына қояйық. Одан кейін бұны Ctrl-D мен көбейтеміз. Біреуі жаңағы сыртына шығып тұрып, біреуі ішіне шығып тұрады. Одан кейін тағы бір жасаймыз. Оны енді заливкасын ақ қыламыз. Тұра берсін. Ақ қыламыз да бұның енді жаңағы эффектісі поворот объемный фигураға барамыз да перспектива дегенге қоямыз. Одан кейін бұл задний план болу керек. Нам переместить впередтик. Былай ішке қарай кіріп тұрады. Бұл кішкене көлемі мынандай кішкентай болу керек. Осы жеткілікті. Одан кейін бұл аққа тағы бір эффект сияқты қоссақ болады. Фигураға барамыз. Төрт бұрышын аламыз да мына жерден былай созамыз. Бұның контурын алып тастаймыз. Одан кейін оның узелдарын өзгертеміз, келтіреміз. Кішкене былай болсын. Кішкене былай болсын. Заливкасын кішкене андай қоңыр қыламыз. Шірейтеміз. Мына жерде
керісінше ішке қарай өсіп жасаймыз. Одан кейін бұл екі объектіні біріктіреміз. Бір белгілейміз, shift батырмасын басырамыз, екіншісін белгілейміз, Ctrl-J. Bir объект болды. Оны енді ішіне қарай апарамыз. Сыртындағыны переместить на передний план. Онда мына кітаптың ішінде жаңағы беттері бар деген бір эффект ашылады. Одан кейін жаңағы вставкаға барып, мына жерге кітаптың атауын жазып қойсақ болады. Мысалы, информатика 7-ші сынып. Мына жерге әкелеміз. Ортасына қоямыз. Тағы кетсек болады. Мынау бірінші кітаптың алғашқы бетінің шаблоны. Кітаптың алғашқы бетін шаблонын жасап алдық. Енді келесі екінші бетке бізге бұның енді ішіндегі беттерін жасаймыз. Ол үшін мына жерде оң жағын басып создать слайд десек те болады, немесе мұндағы создать слайдқа бассақ болады. Екі әдістің біреуін қолданасыздар. Басамыз пустой слайд. Мұнда пустой слайд ашылады. Бұл жерге фон градиентіне осылай жасасақ болады. Градиентті кішкене қоңырлау алсақ болады. Енді өзгертіп фонмен кішкене өздеріңіз ары бері ойнауға болады. Мен осындай фон жасайын. Одан кейін енді ішкі беттерін мына кітаптың ең бірінші нұсқасын копировать етіп аламыз. Жұмысымыз жеңіл болу үшін мына жерге қоямыз. Одан кейін бұның да көшірмесін жасаймыз. Көшірмесін жасаймыз да бұны форматқа барып, повернуть, отразить слева направо. Осыған апарамыз. Яғни бұл кітаптың іш жағы. Осылай жазсақ та болады. Бұны ары қарай өздеріңіз кішкене түрленсеңіздер болады. Түрлендіру үшін мына жерде узелдарын кішкене бүйтіп созсақ та болады. Созғаннан кейін екі жаққа бірдей қолдану үшін бірінші біреуін жасап алайық. Ашылған кезде кішкене басқаша болады. Осындай жасадық деп ойлайық. Одан кейін бұны көшірмесін жасаймыз. Повернуть, отразить слева направо. Екеуін біріктіреміз. Бұл кітаптың ашылған кездегі екі жағы. Енді бұның үш жағы бар. Үш жағында копировать ете салайық. Үш жағы ақ қалсын. Копировать. Ставить. Бұл бізде бірінші мына жағынан басталады. Енді екінші жағын жасау үшін қайтадан көбейтеміз. Ctrl-Domin. Одан кейін формат, повернуть. Бұл жерде кішкене өзгеріп кетеді. Енді бұл жерде екі объект. Одан кейін бұл енді узелдармен жұмыс жасаймыз. Оң жағын басамыз. Значит, измени узлов. Екінші жағын копировать етіп, повернуть жасаған кезде бұда кішкене өзгешелік пайда болады. Екеуі бөлініп кетеді. Одан кейін узелдар келмей қалады. Оны оң жағын басамыз. Начать измени узлов. Төмен тартамыз да бұрыштарын келтіреміз. Мына бұрыш келмейтін болса кішкене көтереміз.
маған сәйкестендіріп. Міне. Енді астыңғы жағы қараймыз. Сәйкес келгенше тарта береміз. Осылай сәйкестендіріп аламыз. Мына бұрышында кішкене тарту керек екен. Әдемілеу жұмыстарын жаңағы өстіп жасап аласыздар. Одан кейін мынаны мында сәйкестендіріп қоямыз. Асты жағымен жасау қиын болса, үлкейтіп алсаңыздар болады. Сонда жаңағы кітаптың ішіндегі беттерінің де шығады. Жаңағы әдемілеу жұмыстарын тағы осындай жасап аласыздар. Одан кейін мына ортасына, кітапта ортасында байқасаңыздар, өзінің бір оттенегі болады. Ондайды да жасасақ болады. Вставка, фигуры. Төртбұрышын аламыз. Мына жерге бір төртбұрышын сызамыз. Контурын алып тастаймыз. Мына жерде формат фигурада градиентная заливка жасасақ, осындай бір эффектісі пайда болады. Одан кейін бұны көбейтіп повернуть, отразить слева направо. Сонда байқасаңыздар, мына кітаптың ортасында өзінің қара оттенек пайда болды. Бұны да енді өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай әдемілеп жасауға болады. Мынау енді кітаптың ішкі жағы. Одан кейін мына жерге тағы бір элементтер қоссақ болады. Мысалы мен мында андай элементтер жасадым. Оны былай жасаймыз. Вставка, фигуры, төртбұрышын аламыз. Мында сызамыз. Контурын алып тастаймыз. Кейін екіншісін жасаймыз да. Бұны түсін қара қылып жерге көлеңке жасасақ болады. Кішкентай көлеңке. Мына градиентная заливка жасап, мына жағына қара түсті қойып, осындай көлеңке қылып жасасақ болады. Одан ішіне бірінші бет, екінші бет деген сияқты. Надпись жасаймыз. Бірінші бет. Бұны қара қылайық. Түсін үлкейтейік. Қисайтсақ болады. Түсін күлімен қойық. Одан кейін осыны көбейтіп, көбейтпес бұрын бірінші мынаны бір объект жасау керек. Көшірме жасаған кезде тура көшу үшін.
туралап қойып аламыз. Ал біз 4 бет жасайық. 5 бет. Одан кейін туралап ортасына қоямыз. Бұл енді сәндік үшін өздеріңіз ыңғайлап жасап аласыздар. Екінші бет мысалы жасыл болсын, сары болсын, кейін көк болсын, сары, осы күлгін болып қала берсін. Бұл бірінші беті, алғашқы беті. Осылай болады. Одан кейін тура осы бетті алған жаққа копировать етеміз. Сонында 5 бет қойдық біз. 5 бет жасайық. 5 бет. Енді екінші бет ашылған кезде бізде бір мына жаққа кету керек. Слева направо двигаюсь. Бір мына жаққа кетеді. Екінші бетінде мына жақта бір болады. Былай жасайық. Беттермен кетейік. Мына бірінші бет толық. Мына 5 тұрады. 2, 3, 4, 5. 5 болады. Мына жерде мына қара теңдік әрекет қылып жарайды. Қойып жасайық. Hareket қапты. Енді копировать. Енді мына екінші бетінде бір мына жаққа көшу керек. Onun үшін мында келеміз. Формат, повернуть, отразить слева направо. Осылай жасаймыз. Осы бетті копировать етеміз. Бұның жанына енді 2 келу керек. Формат, повернуть, отразить слева направо. Объектілерді біріктіруді ұмытпау керек мына жерде. Яғни кішкене қате кетіп қалды, жұмыс көбейіп кетті. Слева направо. Осылай қоямыз. Осы бетті копировать етеміз. Енді үшінші бетімді келу керек. Повернуть, отразить слева направо. Кітаптың беттерін өстіп толығымен жасап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Басында 5 эффектіні қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар болады. Кітаптың беттерін ашуды санау. Басындағы 5 бет осы жақта болады да, кейін бәрі ауысып біткеннен кейін мына жаққа қарай ауысады. Бұны жазсаңыздар да болады, әдемі үшін жасап қойғанмын. Одан кейін мына жерде келесі соңғы бізде жаңағы
жұмысымыз ол кітаптың жабылған кездегі эффектісін жасауымыз керек. Ол үшін мына бірінші бетті мында копировать етіп әкеп қойдым. Енді бұны ауыстырамыз. Бірінші формат повернуть слева направо. Бұл керісінше ауысу керек. Одан кейін оның ар жағындағы да ауысу керек. Екеуі ауысты. Енді эффектін ауыстыру керек. Слева направо. Енді бұның өзілдермен жұмыс жасаймыз. Кішкене мына жағын төмен түсіру керек. Ол үшін оң жағын басамыз. Начать изменение узлов. Төмен түсіреміз. Мына жағын кішкене жоғары көтереміз. Мына жағын керісінше жоғары көтереміз. Мына жағын кішкене төмен соссақ болады. Одан кейін мынаны әкеліп жалғаймыз. Бүйтіп алып, үштер сәйкес келмей жатса, жаңағы өзіндерді кішкене жоғары көтерсек болады. Мында кішкене өзілмен кетіп сәйкестендіріп аламыз. Одан кейін сол келеміз. Ол кітаптың жабылғандағы күйі. Мына жерге енді кез келген сөз жазса болады. Назарларыңызға рахмет деген сияқты. Кітаптың бастапқы күйі, кейін уже ашылып жабылған күйі. Осындай бір әдемі бір эффект шығады. Енді ең маңыздысы бұл жерде кітаптың ашылу анимациясы. Оны біз жасау үшін переходыға барамыз. Мына жерде переходтардың түрлері болады. Осы жерде перелистеу, яғни кітаптың беттердің ашылуы. Осыған қоямыз. Бірінші бет ашылады. Екінші бет. Үшінші бет. Төртінші бет. Бесінші бет. Кетеді. Енді басынан тексеріп көрейік. Слайд-шоу. Сначала. Бізде кітаптың алғашқы беті осындай. Жаңағы шилшокпен бассақ болады. Мен автоматты басқару деген бар. Оны анимацияда переходтарды білесіздер өзіңіз. Басамыз. Бізде кітаптың бірінші беті ашылады. Мұнда өздеріңіздің ақпараттарыңыз болады. Екінші беті. Мынау бірінші бет кетті. Екінші бет міне. Беттердің саны меқ кетіп отыр. Үшінші беті. Осындай бізде әдемі бір пайда болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Осы видеоны толық көріп, өздеріңізге бір әдемі шаблон түрін жасайды деген ойдамын. Сау болыңыздар.